85 жастағы вьетнамдық Nguyen Van Thien 15 жасынан бастап мүлдем шашын қысқартпаған. Соның салдарынан 70 жылдың ішінде шаш ұзындығы 4 метр, ал салмағы болса 2 келіге дейін жеткен. Nguyen осы жасына дейін өмірінде тек бір мәрте ғана шаштаразға барған. 12-ші сынып оқып жүрген сәтінде, яғни 15 жасында ұстазы оған шашын алдыруды бұйырған. Өйткені 15 жасына дейінде шаштары ұстараның не екендігін білмеген екен. Оратылған шаштарын шүберекке орап, әрекетіне кедергі жасамасын деп жүре берген. Әйткенмен вьетнамдық қатаң оқытушы өз дегенін істетпей қоймаған. Nguyenнің айтуы бойынша, бұл бұйрықтан соң шашын қырықтыртқан ол денесінің бүкіл жерінен ауыртпашылық сезінген. Ал сол уақытқа дейін мүлдем аурудың не екендігін білмей келген көрінеді. Сондықтан бұл жан қиналысына себеп шаш алдыруы деп ұққан екен. Әрине, мұндай қиналысты енді сезінгісі келмейді. Сол себепті шашында алдырмауды жөн санайды. Содан бері 70 жыл өтті. Айдаһардың құйрығы деп өзі ат қойған бұрымының ұзындығы қазіргі таңда 4 метрден асып жығылады. Бірақ осынысы кейде біршама кедергі танытса да өз шешімінен таймайды. Тіпті бұл шашы мәселеге де айналып үлгерген. Оны жуу, кептіру ұзақ уақытты алатын көрінеді. Сондай-ақ бұл процесс кезінде басына да күш түсіп қатты ауыртады екен. Сондықтан ол бұрымдарын жуудан бас тартқан. Соңғы 30 жылдың көлемінде шашын мүлдем жумаған. Ал шашының түбі ауыртпашылық түсірмеу үшін оны майлап, шаштарының кей тұстарына су себелейді. Салмағы 2 келі болатын бұл ерекшелігінің кесірінен ол үй тіршілігімен айналысу былай тұрсын. Артық қозғалысты да жасауы мүмкін. Nguyen Van Thien 85 жаста болса да денсаулығының мықтылығымен мақтана алады. Көп кітап оқиды, жіпті инеге ешқандай көзілдіріксіз сабақтай алады. Одан басқа да әрекеттерді жасауға қабілетті. Кейбіреулер оның бұл артықшылығына себеп ұзын шаштар деп тұжырымдайды. Ал басқалар болса Nguyenнің вегетариандық принципті ұстанып, сонымен бірге күніне небәрі бір мезгіл ғана тамақтануы себеп екендігін алға тартады.